Бүгінгі мерекені атыраулықтар да жоғары деңгейде атап өтіп жатыр. Мұнайлы аймақ халқы үшін бұл мерекенің өзіндік орны бар. Жылдар бойы қоян қолтық араласып, бір-біріне әбден бауыр басқан жұртшылық одақ тараған кезде де тарихи орындарына қайтқан жоқ. Керісінше бір шаңырақ астына бірігіп, тәуелсіз қазақ елінің одан әрі өркендеуіне үлес қосып жатыр. Қазір Атыраудағы мерекелік шаралардан Бекен Әлирахым тікелей байланысқа шыққалы тұр. Бекен, қайырлы күн. Мұнайлы өлке халқының көңіл күйі қандай? Қайырлы күн, Астана, армысыз Мақпал. Бүгін Атыраудың ауа райы да, халықтың мерекелік көңіл күйі де тамаша. Бүгін жалпы мерекелік шаралар осы өңірдегі бас шаһардағы ондаған алаңда қатар өтіп жатыр. Әйтсе де басты мерекелік шаралар бүгін Бейбарыс алаңында өтті. Жалпы осы мерекенің, осы еліміздің ынтымағы мен татулығы үшін қаншалықты маңызды екендігін, осы мерекелердің басты ұйымдастырушысы, қалалық мәдениет бөлімінің жетекшісі Ақылбек Рысқалиев мұрзаның өзі айтып көрсін. Әрине, рахмет. Осынау береке мен бірліктің, татулық пен ынтымақтың мекені болған, саналыққа сая болған қазақ даласының төріндегі мереке Атырау жерінде де жоғары дәрежеде ұйымдастырылып өтуде. Ендеше қай уақытта да береке бар жерде тірлік бар дейді. Ендеше саналықтың басының бір ауыздан ұйымдасып еңбек етуі еліміздің әлеуметтік экономикалық, мәдени рухани даму жолындағы бірлескен нық қадамы деп білеміз. Ендеше бірлігі жарасқан еліміздің ынтымағы арта берсін, мәңгілік еліміз жасай берсін. Рахмет, өздеріңізді мерекелеріңізбен. Жалпы бүгін осы алаңдарға жиналған мыңдаған халық өңірдегі 19 этно-мәдени бірлестік өкілдері мен жергілікті өнер ұжымдарының сахналық қойылымдары мен концерттерін тамашалап жатыр. Жалпы қазақ халқы ежелден ақ елдің ішкі және сыртқы татулығына жете мән берген ұлт. Ол үрдіс бүгінгі тәуелсіз еліміздің кезінде де қайта жаңғарып, өрісі кеңіп жатыр деуге толық негіз бар. Мақпал. Бекен, тағы қандай жаңалықпен бөлісе аласыз? Сонымен мерекелік шаралар аяқталды ма? Жоқ, Мақпал, мерекелік шаралар Атыраудағы оның көрігі енді қыза бастаған секілді. Қазір дәл осы алаңда Алмалы KZ халықаралық балалар шығармашылығына арналған үлкен фестиваль басталады. Оның арасында көктемгі сән әлеміне арналған модалық көріністер, одан кейін үлкен сахналанған қойылымдар мен гала концерт болады деп жоспарланып отыр. Жалпы осы халықтар бірлігіне мерекесіне арналған шаралар 3 мамырға дейін жалғасатын болады. Одан кейін әрине еліміз үшін елеулі тағы 7 мамыр, 9 мамыр мерекелері бар. Сол күндерде жақсылықпен жүздескенше. Мақпал. Рахмет, Бекен. Мұнайлы өлке Атыраудан бізбен бірге тікелей байланысқа шыққан тілшіміз Бекен Әлирахым.